Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы қайталау. Мақсаты құндылықтар бөлімі бойынша алған біліміңді бекітесің. Сегодня у нас урок повторения по разделу құндылықтар ценности. Бірінші тапсырма. Кімді, нені, сұрақтардың мағынасын түсінемін. Сұрақтарға жауап бере аламын. Первое задание. Я могу ответить на вопросы кімді, нені и понимаю их значение. Сіздердің алдарыңызда сұрақтар. Сол сұрақтарға сіздер жауап беруіңіз керек. Мысалы, үлгі ретінде, нені апарып бердің? Мен алманы апарып бердім. Что ты отнес? Я отнес яблоко. Сұрақтарға жауап берсеңдер, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырмада өзімнің және көптің атынан ұсынысымды жеткізе аламын. Могу высказать свое предложение от своего имени и от имени других. Алдарындағы үлгі бойынша сөйлем құраңдар. По данному образцу составьте предложение. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада өзімнен кішілерге, оқушыларға кеңес бере аламын. Сөйлемдерді толықтырып айт. В следующем задании дайте советы младшим и ученикам. Дополните предложение. Өте жақсы. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Тапсырма. Өзгелерге ұсыныс жасай білемін. Тілек білдіре аламын. Үлгі бойынша айтыңдар. В этом задании изъявите свое желание. Тамаша балалар, дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Я думаю, вы отлично справились с заданием. Сравните ваши ответы с ответами на экране. Молодцы, ребята. Келесі тапсырмада өзгеге нұсқау бере аламын. Суретке қарап, өзгелер үшін нұсқау жазыңдар. По картинке напишите указание, инструкцию для других. Балалар, өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырмада адамды сипаттайтын жағымды және жағымсыз қасиеттер атауын білемін. Ең алдымен балалар, мәтінді тыңдаймыз. Внимательно слушаем текст. Есен мен Дәулет дос. Екеуі бір сыныпта оқиды. Есен өте қарапайым, адал, сабырлы, ақылды, мейірімді бала. Қолындағы бармен бөліседі. Мектепте жақсы оқиды. Ол үлгілі оқушы. Үйге берген тапсырмасын үнемі орындап келеді. Ал Дәулет болса, керісінше ұқыпсыз, сотқар, жалқау, мақтаншақ, сабаққа дайындықсыз келеді. Өзінен кішілерді ренжітеді. Себебі ол тәртіпсіз. Анасына өтірік айтады. Үй шаруасына көмектеспейді.
Балалар, мәтінді жақсылап тыңдасақ, тапсырма жағымды және жағымсыз қасиеттерді бөліп жаз. Выпишите хорошие и плохие качества мальчиков. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы, ребята. Справились и с этим заданием. Сравните свои ответы. Балалар, бүгінгі қайталау тақырыбына арналған барлық тапсырмаларды сәтті орындап шықтыңдар. Енді үйге тапсырма. 57-ші бет, 7-ші тапсырма. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Видео соңында каналға тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за внимание. Назарларыңызға рахмет.